кім маған салауатты жазатын болса дейді, жазса. Саллаллаху алейхи уассалам деп. Ол кітап қашан жоғалып кеткенге шейін сол жазу. Періштелер ол адам үшін дұға истиғфар тілеп тұрады дейді. Я Алла, пәленше деген құлын кешірші, пәленше деген құлын кешірші деп. Сол үшін салауат дәптерлеріңіз болсын. Баршаңызға ассаламу алейкум. Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бұл канал ислами қыз-келіншектердің дамуына арналған канал. Біздің каналымызды қолдап, ең алдымен тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен бөліссеңіздер, шынайы қуанатын едік. Олай болса, бүгін мен сіздермен қалай зікір салауат дәптерін жазамыз, қанша рет жазуымыз керек, қалай дұрыс жасамыз, сонымен толыққанды бөлісетін боламын. Көптеген қыз-келіншектер менен шортсқа салған кезде сұраған екен, сондықтан мен сіздермен бар өзімнің білімімді бөліскім келіп отыр. Ескерте өтейін, бұл жердегі дүниелердің барлығын мен өз тәжірибемнен жасап жатырмын. Мен де уағыздардан бірінші естім, осындай салауат дәптері әр адамда болу керек, оның сауабы өте жоғары деген сияқты көп уағыздар тарап жатыр. Қазір өздеріңіз де білесіздер. Сондықтан мен де осы жылдан бастап зікір салауатты жазып өте қатты көмектесіп жатыр маған өзімнің ішкі халімді, ислами тұрғыда өзімнің иманымды көтеруге. Сондықтан сіздерге де толыққанды кеңес беремін. Жалпы зікір салауат жазып отырған кезде мен өзімді бір терапияда отырған сияқты сезінемін. Неге? Себебі менде ол кезде өзімді іштей жеңіл сезінемін, және де миым тынығып қалады кәдімгідей. Сол жағынан да өте қатты көмектеседі. Және мен зікір салауатты қалай жазамын? Ең алдымен Аллах тағалаға мадақты жазып, бисмиллахир-рахманир-рахим деп сол сөзден бастаймыз. Алланың атымен бастаймын деп, одан соң сіздің Аллахқа деген мадақтарыңыз болатын болса, Аллахтың көркем есімдерімен болса, сол арқылы жазып бастасаңыз болады. Мысалға, Аллахтың 99 көркем есімін жаттағыңыз келсе, немесе сол арқылы бастағыңыз келетін болса, соның біреуін алып, мысалға, әл-уаққаб есімі. Соны бір бетке толыққанда жазып шығасыз. Әл-уаққаб деп толыққанды толтырып жазып шығасыз. Мен өзім солай жазамын. Немесе өзіңіз 10-ын жазсаңыз болады, 20-сын жазсаңыз болады деген сияқты өзіңіздің қалауыңызға қарайсыз. Жалпы айтқан кезде мен күніне кем дегенде бір бет жазуға тырысамын, Алланы ұлықтауға, немесе пайғамбарымызға деген салауатты сол бір бетке толтырып жазуға тырысамын. Солай жазсаңыздар болады сіздерде. Мысалға, бірінші күні Аллахтың көркем бір есімін алып жазсаңыз, екінші күні сіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат жазсаңыз болады. Солай жазуға болады. Мен солай жасаймын. Және де кейбір күндері былай жасаймын, зікірлерді қосамын ол кезде. Мысалға, менің бүгінгі күніме деген шүкіршілігім қатты артып тұрған кезде мен міндетті түрде ол күні альхамдулиллах сөзін толыққанды осы дәптерге жазып шығамын. Менің өзімнің қалауым сондай болғандықтан. Одан кейін ары қарай келесі күні мен Аллаға ұлықтау айтқым келіп отырған болса, мен ол күні Аллаху акбар сөзін жазып шығамын. Тура солай сіздер де жазсаңыздар болады. Одан кейін мен қатты бір дұрыс емес дүние істеген кездері негізі біз енді біліп-білмей көптеген қателіктер, күнәлар жасап жатамыз. Сондықтан міндетті түрде астағфираллах сөзін бір күнді арнап оны да жазуға тырысамын. Әр күні өзіңіздің қалауыңызға қарай, қай күні сіз қандай состояниедесіз, көңіл күйіңіз қандай, неге шүкіршілік жазғыңыз келеді, соған байланысты сіз өзіңіз салауат дәптеріңізге осылай Аллахтың көркем есімдерімен, жаңағы зікір салауатпен толықтырып, өзіңіздің сауабыңызды мол сауабыңызға кенелсеңіз болады. Алла қаласа, баршамызға Аллах тағала мол сауаптан жазсын. Тек қана пайдалы ілім білімімізбен бөлісіп, өзгелерге де пайдамызды тигізіп жүруді ұмытпайық. Соңына дейін тыңдаған жандар, сіздерге ерекше алғысымды білдіремін. Біздің каналымызды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеле кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз сіздер үшін өте маңызды. Комментарийға ұнаған болса, пайдалы болған болса, түсінбеген тұстарыңыз болса, сұрақтарыңызды жаза кетсеңіздер болады. Мен барлығын оқып, сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Мен сіздерге пайдалы болған үшін өте қуаныштымын.